Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, құрметті бауырлар. Алла субхана тағала баршамыздың қасиетті мешітке басып келген қадамдарымыз сауаптан жазсын. Осы болып жатқан дәрістерімізден Алла баршамызға пайда нәсіп етсін. Осы дәрістеріміз арқылы Алла тағала біздің дүние ақыреттерімізде шафаатымызды, шарафатымызды, абыройымызды арттыра берсін. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірбайын насихаттап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін біліп, соны өмірімізге қолданып, әрқашанда бізге үлгі ол Алла елшісі болу керек екенін иншалла ұмытпасақ. Біз сіздермен бірге имам Қоди Ғияд рахималлаху тағаланың Аш-Шифа би Тарифил Хуқуқил Мустафа атты кітабын дәрісті жалғастырудамыз. Бұл кітаптың ерекшелігі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін, Алла елшісінің қаншалықты ұлық тұлға екенін баяндайтын кітап. Және кітаптың бірінші бөлімінде әлі келе жатырмыз. Бұл бірінші бөлімде шейх рахималлаху тағала Алла тағаланың қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін қаншалықты деңгейде ұлықтағанына қатысты аяттарды жинақтап, соған түсініктеме беріп келе жатыр. Бүгін өтетін 4-ші топтама, яғни шейх рахималлаху тағала соншалықты Алла тағаланың кітабы Құран кәріммен байланысы, сол Құран кәрімдегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін әспеттейтін аяттарды топ-тобымен бөліп келе жатыр. Біз өткен соңғы сабағымызда Алла тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіл қатқан кезде әрқашанда құрметпен, жұмсақтықпен тіл қатып, және ең соңғы дәрісімізде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранда ешқашанда атын ашық айтпаған, яғни ей Мұхаммад деген аят жоқ. Бірақ әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға я айюхан наби, я айюха расул, немесе я айюхал музаммил, я айюхал муддассир деген сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жылы, жұмсақ сөздермен әрқашанда тіл қатқан болатын. Бұның себебін ғалымдар түсіндіргендей, Алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қаншалықты абырой иесі екендігін және басқа пайғамбарлардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осылайша ерекшелегеніміз айтқан болатынбыз. Және қазіргі топтама, бұл 4-ші топтама, имам Қоди Ғияттың бөлген бұл Алла тағала Құранда қасам үшеуі. Қасам дегеніміз ант үшеуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен ант ішеді. Қалайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да ұлы тұлға екенін көрінісі Алла тағаланың құзырында. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғұмырымен ант ішеуі. Соған қарсы имам Қоди Ғияд былай деп бастайды: фи қасамихи тағала би азими қадрихи. Алла тағаланың Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлықтығы жайлы айтуы және сонымен ант ішуі. Алла тағала Құранда айтады: ла амрук иннахум ла фи сакратихим яъмахун. Ла амрук, бұл араб тіліндегі ұсылып ант ішу. Алла тағала айтады: ла амрук, ей Мұхаммед, сенің ғұмырыңмен ант ішеміз. Иннахум, яғни шын мәнінде Меккенің халқы, ла фи сакратихим яъмахун, олар өздерінің ғафлеттіктерінде, өздерінің адастырушылығында тұңғиыққа батып кетті дейді. Бұл жерде не деген сөз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамзатқа келген мейірім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің алып келген болмысы, Алла елшісінің бүкіл әкелген ислам діні, Алла елшісінің сүннеті, бүкіл болмысымен адамзатқа келген мейірім және жақсылық. Біз және осы дәріс барысында бірінші айтқан болатынымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп хадистерінде өзінің жер бетіне мейірім ретінде, жер бетіне өзінің қаншалықты пайда келген жайлы Алла елшісі былай деп сипаттайды: шын мәнінде мен әкелген ислам және тура жол, ілім, ғылым, бүкіл қазына бір нөсер жаңбыр сияқты дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің әкелген бүкіл болмысын ислам дінін бір нөсер жаңбырмен теңестіреді. Және кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарды 3 түрлі топқа бөледі. Яғни пайғамбарымыз әкелген нәрсе бір нөсер жаңбыр болатын болса, сол жаңбырды қабыл етуіне байланысты адамдарды 3 топқа теңестіреді. Бірінші топ пайғамбарымыз айтқан ол жер сияқты. Қандай жер дегенде пайғамбарымыз оны құнарлы жер деп теңестіреді. Құнарлы жердің ерекшелігі ол түскен жаңбырды өз бойына сіңдіреді, сосын барып өзгелерге сол жерден өсіп шыққан жеміс арқылы, көкөніс арқылы адамдарға пайда береді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірінші сипаттаған топ адамдар ол Алла елшісінің әкелген ислам дінінің құндылығын түсініп, өзі пайдалып және өзгелерге пайда берген адамдар дейді. Бірінші топтар, яғни өзі пайдалып және өзгелерге пайда берген адамдар. Екінші топты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір су жинайтын жерге теңестіреді.
ол жерден ешқандай өсімдік өспейді, ол жерде ешқандай жеміс көкөніс өспейді. Бірақ ол жаққа келіп су жиналып тұрған себепті ол жақтан мүмкін құстар, мүмкін аңдар су ішу мүмкін. Бұл адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алла елшісі әкелген дінді, исламды өзі пайдаланбайды, бірақ өздері айтатын адамдар. Мысалы үшін пайғамбарымыз саллаллаху хадисін біледі, Құран аятын біледі, өз өміріне мүлдем қолданбауы мүмкін, бірақ өзгелерге жеткізеді, содан өзгелер пайда алуы мүмкін. Бұны пайғамбарымыз екінші топ адамдарға теңестірген. Үшінші топ пайғамбарымыз сипаттаған адамдар, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген дінге бастарын көтермеген адамдар, тіпті маңызды деп қарамаған адамдар. Бұларды Аллахтың елшісі бір соры шығып кеткен, тұзы шығып кеткен жерге теңестіреді. Онда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сор жер деген. Енді қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген бүкіл дін, ғылым осы адамдарды егер пайдаланатын болса, бастарын көтеріп қарайтын болса, адамдар дамуы мүмкін. Бірақ Меккенің халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген дінге маңызды деп бас көтеріп қарамаған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осынша құндылығын олар сезбеген еді. Тіпті Құран аятында бар, Алла Тағала Мүлік сүресінде айтпақшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке мүшриктерге айтады екен: осы Мұхаммед және сол Мұхаммедтің қасындағылар құрып кетсе еді, бұл Мұхаммед және соның қасындағылар жер бетінен жоқ болып кетсе еді, не деген жақсы болар деп армандайтын болған. Сөйтіп Алла Тағала Құранда айтады: «Құл ин ахлакани Аллах ва ман маия». Ей Мұхаммед, айт дейді, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ болып кетсе, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасына сахабалардың бәрі жоқ болып кетсе, мән южил кафир мин азабин алим. Аллахтың жан түршігерлік азабынан кәпірлерді кім құтқармақ дейді. Қарасаңыздар, неге Алла Тағала былай түсірді? Өйткені сол Мекке мүшриктерінің жан түршігерлік азаптан құтқаруға келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін білмейтін болса, олар осындай жайтқа душар болар еді. Енді аятқа қайтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғұмырымен Алла Тағала ант жатыр. Бұл өте маңызды нәрсе. Және осы жерде кіріспестен бұрын бір біздің шариғаттың үкімін айтып кету керек. Жалпы дінімізде Аллахтан басқа ешнәрсе ант ішуге болмайды. Алла Тағала айтады, пайғамбардың хадисі бар: "Мән яхлиф фа яхлиф билла ау лияскут". Кім деген ант ішетін болса, онда Аллахтың атымен ант ішсін, немесе үндемесін дейді. Бұл біздің дінімізде қағида. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, өзге біреумен ант ішуге болмайды. Ал енді Алла Тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғұмырымен ант ішіп тұр. Ля амрук, ей Мұхаммед, сенің ғұмырымен ант ішеміз. Иннахум, яғни Меккенің халқы, ля фи сакратихим яғмахун, олар адастырушылықта жүр деп. Қандай байланыс бар? Неге Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғұмырымен ант ішеді? Неге осындай жағдай орын алды деген сұрақ болатын болса, жауап бере тырысайық. Біріншіден, ант ішу не үшін керек? Неге адамдар қасам ішеді? Ғалымдар түсіндіреді. Ант ішу деген нәрсе, сен екі нәрсені қамтиды бойына. Біріншісі, ант ішу деген нәрсе, сен ант ішкен кезде соны ант ішілген затты ұлықтайсың. Біз мысалы Аллах Тағаладан ант ішкен кезде Аллахи деп Аллахты ұлықтаймыз. Ант ішудің бірінші көрінісі сол ант ішілген затты ұлықтау болатын болса, екіншісі шарттасу. Сен біреумен бір затқа шарттастың, немесе келісім келіп жатыр, сенің сөзің өтпей жатыр, сол сөзіңді қуаттау үшін Аллахтың антымен ант ішесің. Сол себепті бізде дінімізде ант ішу дейтін осы екі ұғымды қамтиды. Біріншісі ант ішетін заттың ұлықтығын білдіретін болса, екіншісі сенің қарама-қарсы тұрған адамды сендіру үшін, сенің сөзің рас екенін қуаттау үшін Аллахтың атын қолданасың. Мысалы үшін біреумен бір затқа келісіп жатқан кезде, бауырым, маған осынша уақыт қарыз бер деп айтасыз, бер деп сұрайсыз. Ол кісі сізге жоқ, бере алмаймын деп айтады. Сіз ол кісіні сендіру үшін Аллахи, бауырым, мен саған 2 аптадан кейін ақшаны қайтарып беремін деп ант ішеді. Сіз сізге Аллахи деп айтқан кезде, ант ішкен кезде, сіз онымен шарттасасыздар, және сол Аллахтың антымен ант ішуі оның сөзін сізге қуаттайды. Сол себепті араб тілінде ант ішуді ямин деп атайды. Ямин деген мағынасы қуат деген мағынаны білдіреді. Және екінші, ямин деген араб тілінде мағынасы оң жақты білдіреді. Сол адамға арабтарды бір нәрсе кесетін кезде оң қолын беріп, бауырым кестік деп осылайша қолын беретін болған. Кейіннен осы ұғым бізге шариғатымызда кірген ант ішу. Шариғатымыз ол нәрсе бар. Енді мына жақта қарасаңыздар, Алла Тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғұмырымен ант ішіп жатыр. Бұл нені білдіреді? Егер біз қасиет Құранға барып, Алла Тағаланың қай жерде немен ант ішкеніне мән беретін болсақ, ғалымдардың бөліп қарастырған екен. Алла Тағала қасиет Құранда 7 жерде өзінің атымен ант ішеді.
алла тағала раббысы, аспан мен жер раббысымен ант ішеміз, ол үшін менде ақиқат деген сияқты. Осылайша санап қарайтын болсақ, қасиетті Құранда алла тағала 7 жерде өзінің атымен ант ішеді. Қалған жерлерде мән беретін болсақ, алла тағала ант ішкен кезде басқа жаратылыстарға ант ішеді. Мысалы, көбісіміз білетін 30-шы парадағы көптеген сүрелерде ант ішеді. Мысалы үшін уәл аср, алла тағала аср уақытысымен ант ішеді. Немесе уат духа, духамен, духа уақытысымен ант ішеді. Уат тини уа зейтун, алла тағала зейтун және тимен ант ішеді. Шариғатта рұқсат па? Негізі жаңа айтқанымыздай Аллахтан өзгемен ант ішуге болмайды. Ал енді Құранда алла тағала өзі соны ант ішіп тұр ғой, оны қалай түсінеміз десе, ғалымдар былай түсіндіреді. Негізінде ант ішу деген сөз мағынасы, бірінші мағынасы зейтун және тимен алла тағала ант ішті. Осы жерде ғалымдар былай түсіндіреді, мағынасында робу зейтун ол тин, яғни зейтунның және тиннің раббысымен ант ішемін. Рабб деген сөз айтылмаған, арабтарда ол нәрсе көп қолданады. Екінші мағынасы, алла тағала Аллахтың өзгемен ант ішетін болса, сол заттың көп пайда екенін білдірту үшін, көп пайда әкелетінін білдірту үшін алла тағала ант ішеді. Мысалы, айтқанымыздай, уақыт өте құнды. Духа немен ант ішеді, асырмен ант ішеді, немесе алла тағала ләйлмен ант ішеді. Алла тағала мысалы шәмс деп, күнмен ант ішеді. Осылардың ант ішу деп жатыр ғалымдарымыз, оның ұлықтығын білдіру үшін, немесе қаншалықты пайда екенін білдірту үшін деп айтады. Және екінші айтады алла тағала, егер алла тағала осыны жаратылыстарын ант ішетін болса, сол жаратылысты жаратқанның ұлықтығы жайлы ой жүгірту үшін. Мысалы үшін уақыт құндылығы. Бізде уақыт бар, алла тағала берген ең үлкен нығметтен бір уақыт, алла тағала уақытпен ант ішеді. Ал уақытпен ант ішу деген сөз, уақытты кім жаратты, сол жайлы ой жүгірту. Немесе от тур, мысалы алла тағала Тур таумен ант ішеді. Тур таумен ант ішуі, ол Тур тауының өте маңыздылығын білдіреді. Ол жерде әлгі Мұса пайғамбарға Таураттың түсуі, немесе тағы да басқа тарихи, діни жайттардың орын алғанын білдіреді. Сол жайлы ой жүгіртуіміз, яғни сол Тур тауын жаратқан, Духаны жаратқан, түнді жаратқан, күнді жаратқан Алла субхана тағала жайлы ой жүгірту. Сол себепті алла тағала осындай ұлы заттармен ант ішу арқылы өзінің сол жаратылыстарды жаратқан жайлы ой жүгірту. Екінші дейді ғалымдарымыз, егер алла субхана тағаланың жаратылыстары жайлы ой жүгіртетін болсақ, алла тағала ант ішкен кез келген жаратылыстың екі себебі болуы. Бірінші фадила, екінші манфаат айтылады. Фадила деген нәрсе қаншалықты маңызды екенін білдіру үшін болса, екінші көп пайда кететін заттармен ант ішеді дейді. Мысалы, жаңа қарасақ, уаттини уа зейтун, алла тағала зейтунмен ант ішіп жатыр. Бұның қоғамға, адамдарға пайдасы өте көп. Екінші, алла тағала бір затты ант ішетін болса, оның абзалдығы жайлы айтады. Мысалы, Құранда келгенде лағамурук, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның ғұмырымен ант ішеді. Пайғамбарымыз ғұмырымен ант ішудің мағынасы, ол деген сөз өте маңыздылықты білдіреді. Арабтарда бір затпен ант ішетін болса, ол заттың маңыздылығын білдіру үшін ант ішеді екен. Жай сөздерге ант ішілмейді. Бір қауым басқа бір қауыммен бір маңызды жайтпен келген кезде, оны айту үшін, сендірту үшін, маңыздығын білдіру үшін осылайша ант ішіп қолданған. Бұл Құран кәрім араб тілінде түскеннен кейін арабтар осылайша сөз қолданған оларда бар. Сөйтіп алла тағала көптеген Құран аяттарында бір істің маңыздылығын баяндаған кезде қасам, яғни ант ішіп айтылады. Және Құранда пайғамбарымыз ғұмырымен ант ішіп жатыр. Тіпті алла тағала кейбір Құран аяттарында ант ішкен кезде діннен хабар жоқ болған кейбір арабтардың өзі таңғалған екен. Алла тағала осылайша ант ішіп жатыр, алла тағаланы ант ішетіндей кім соншалықты ашуландырды деп. Мысалы, аят бар Құранда, «Офи самай ризқакум ва ма туадун». Шын мәнінде сендердің рызықтарың аспанда, яғни бұл жердегі мағынасы әрқайсысы рызықтарын жазылып тұр. Алла тағала уәде еткен рызықтарын жазылып тұр. Шын мәнінде аспан мен жердің раббысына ант ішемін, бұл нәрсе ақиқат деген Құран аяты бар. Осы аят түскен кезде бір арабтар, яғни шөл далада жүрген арабтар айтқан екен, кім соншалықты алла тағаланы ашуландырып осылайша ант ішуге барады деп. Яғни бұл жерде сөздің төркіні бір нәрсеге ант ішу деген сөз маңыздылықты білдіреді. Алла тағала бізге уәде етіп қойған, сендердің рызықтарың тұр, қорықпаңдар. Және алла тағала осы рызығымызды уәде етілген баяндау үшін өзіне ант ішкен болатын. Және білесіздер, пайғамбардың хадисінен келгенде, сендердің рызықтарың сендердің ажалдарынан да
нақты екеніне күмәндамаңдар деп. Яғни әрқайсымыздың жер бетіне рызық несібеміз бөлініп қойған. Сол жанымыз тірі кезімізде рызық несібемізді иншалла бәріміз аламыз. Ең аяқтағы айтым деген дүние, Алла субхана тағала ант ішетін болса, соның маңызын білдіреді. Ал енді біз кітабымызға айтатын болсақ, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғұмырмен ант ішіп жатыр. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғұмырмен ант ішіп жатыр? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғұмыры Алла елшісінің дүниеге келіп және дүниеге қайтқанға дейін бүкіл жайттардың бәрі таңға жалыпта дүниеге толы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғұмырмен танысқан адам шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға махаббат оянбай қалу мүмкін емес дейді. Тіпті бір үлкен ғалымдар айтқан сөз бар екен, егер Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқандай мұғжиза бермей-ақ тек қана пайғамбардың өмірбаяны қалатын болса, соның өзі мұғжиза ретінде жеткілікті деп. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірбаяны, құрметті бауырлар, сол жақта орын алған кез келген жайттар Алла тағаланың шынымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды таңдалған құл екенінің көрінісі. Шынымен де Алла елшісінің өмірбаянын оқыған адам пайғамбарға деген махаббаты оянбай қалу мүмкін емес. Тіпті кейбір ғалымдар былай деп айтады, мысалы кез келген жер бетіне келген адамдар жайлы өмірін зерттейтін болсаңыз, оқитын болсаңыз, бір рет екі рет оқыған жалығуыңыз мүмкін, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірбаянын оқыған кезде адам ешқашан жалықпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның туылғаннан бастап дүниеге қайтқанға дейін сәттердің бәрі осылайша кереметтерге толы. Енді осылайша құрметті бауырлар, Алла тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғұмырымен ант ішкеніміз көргенбіз. Олай болса, қорытатын болсақ, негізгі дінімізде тек қана Аллахпен ант ішуге болады, басқа затпен ант ішуге болмайды. Ал енді Құранда пайғамбарым Алла тағаланың басқа жаратылыстармен ант ішуінің себебін түсіндіргеніміздей, біріншісі абзалдығы үшін, екіншісі көп пайда кетіретін үшін. Және тағы бір ғалымдарымыз айтады, Алла тағала жаратушы кез келген затпен ант ішетін болса өз еркі, кез келген жаратылыспен ант ішуінің өз еркін білдіреді. Және айтқанымызда жаңағындай тиынмен, духа уақытысымен, басқа да жаратылыстармен ант ішуі сол заттардың қаншалықты пайда екенін баяндау үшін Алла тағала айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғұмырына келетін болсақ, Алла тағала айтады, ей Мұхаммед, сені ғұмырмен ант ішеміз. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғұмыры Алла елшісі жүріп өткен жол береке мен хайырға толы жол. Айтады ғалымдарымыз, اتفق أهل التفسير في هذا أنه القسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم. Бұл дейді Алла тағаланың құзырынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүріп өткен жолмен, өмірмен ант ішуі. Аслуху домул айн минал умри лакиннаху футиха ликасат истимал. Бұл деген сөз көбінесе амр деген сөз умр деп аталады, бірақ арабтардың көп қолданысында амр деп, яғни фатха немесе а әріпімен көбірек айтылу орын алған дейді. Мағынасы не деген сөз? Мағынаху бибақойке я Мұхаммед. Ей Мұхаммед, сен тірі болсаң, және сен адамдардың тілдерінде болатын болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы ғұмырмен Алла тағала ант ішіп жатыр дейді. Ғалымдарымыз айтады, хазики нихаяты тағзим ухойяты бир ва шариф. Бұл деген сөз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғұмырмен ант ішу деген сөз, Алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өте үлкен шарапатқа дәрежеге ие екенін белгілеп жатыр, көрінісі. Және ғалымдарымыз айтады, егер дейді жер бетінен келген хадистер келгенде 124 мен 224 арасында пайғамбар келген болса, ешқандай пайғамбардың ғұмырымен Алла тағала ант ішпеген. Бірақ Алла тағала қасиетті Құранда тек қана пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ғұмырымен ант ішкен дейді. Осыған қоса Ибн Аббас айтқан сөзі бар, ма халақаллаху ва ма зара ва ма бара нафсан акрам алейхи мин Мұхаммад. Алла тағала жер бетінде жаратылыстардың ішіндегі Мұхаммед сияқты құрметке ие жаратылысты мүлдем жаратқан емес дейді. Ома самиғту Аллаху тағала ақсан би хаяти ахадин ғайрихи. Және Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа ешкімнің ғұмырымен ант ішкен жайлы естіген емеспіз деп жатыр. Яғни бұл деген сөз, құрметті бауырлар, тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ғана ғұмырмен ант ішілген болатын. Қол Абу Жауза ма ақсам Аллаху тағала би хаяти ахадин ғайру Мұхаммадин лиана акрам барияти айндаху. Алла тағала тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғұмырмен ант ішкен болатын. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жер бетінде жүрген жаратылыстың бәрінен де ең абзалы ол Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам болып табылады. Сол себепті құрметті бауырлар, жаңа айтқанымыздай, Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды құрметтеудің көріністері өте көп. Сол көріністердің бірі
жаңа баяндағанымыздай көп жағдайда алла тағала бұрын ешкімге берілмеген ерекшеліктерді осы тек қана пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам берген. Бірінші ерекшелік мына жақта айтқанымыздай ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғұмырымен ант ішкен, басқа ешқандай пайғамбарға ант ішкен емес. Және алла тағала көптеген құлшылықтарды адамдарға бұйырған. Мысалы үшін адам иман кеткен сендерге ораза бұйырылды, иман кетірген намаздарды оқыңдар, зекеттерін беріңдер деген көптеген аяттарды біз алла тағала бізге бұйырған көреміз. Бірақ алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін біліп, алла елшісіне салауат айту жайлы айтқан кезде бірінші өзімен бастайды. Алла тағала айтады: инналлаха, шын мәнінде алла тағала, о мәлаикату, және періштелер, юсаллуна аля наби, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтады дейді. Өздеріңізде мысалы мән беріп қарасаңыздар болады, кез келген құлшылық келген кезде алла тағала бізге бұйырады, істеңдер, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Бірақ пайғамбарға салауатқа келген кезде алла тағала бірінші өз есімен бастайды. Шын мәнінде алла тағала, сосын барып періштелер, сосын барып алла тағала я аyyuhallazina аману саллу алейхи, ей иман келтіргендер, пайғамбарға салауат айтыңдар деп мағына білдіреді. Және ғалымдарымыз былай деп түсіндіреді, тағы бір мағынасын. Шын мәнінде алла тағала салауат айтады деген мағынасы, алла тағала пайғамбардың қадір қасиетін біледі. Және періштелер де пайғамбардың қадір қасиетін біледі. Ей иман келтіргендер, сендер де сендерге мейірімділіктен келген Мұхаммедтің қадір қасиетін біліңдер деп алла тағала бұйырған болатын. Бұл деген сөз мынандай ғой, енді мысалы үшін біздің құрметтейтін бір ағамыз болуы мүмкін, көкеміз болуы мүмкін, емес әкеміз болуы мүмкін. Сол әкеміз бір қонаққа құрмет көрсетеді. Осы жерде мысалы әкеміз құрмет көрсетіп тұрған кезде біздің құрмет көрсетпеуіміз ұят болады. Яғни сіз үшін үлкен тұлға болған әкеміз бір кісіге құрмет көрсетіп тұрған кезде біз қарап тұратын болсақ, бізге ыңғайсыз болады, бізге ол ар болады. Енді тура сол сияқты алла тағала пайғамбардың қадір қасиетін біліп тұрған кезде, құрметті бауырлар, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін білмей қалатын болсақ, ол біздің мұсылмандығымызға сын болады. Сол себепті құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін білу барша адамзатқа және барша мұсылмандарға міндет болып табылады. Соны ешқашанда есімізден шығаруға болмайды. Және ары қарай біз мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бүкіл өміріне мән беретін болсақ, құрметті бауырлар, ол бізге өміріміздің кез келген сұрағына жауап іздеуге немесе жауабымызға сұрақ табуға себепкер болады. Біз өткен дәрістің біріншісінде айтқан болатынбыз, тағы да қайталауын жалықпаймын. Марқұм Бауыржан Али ұстазымыз айтатын мынандай сөз бар еді: егер сенің отбасында бір қиыншылық болып жатқан болса, бір ісің алға баспай жатқан болса, онда күнделікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірбайынан бір 10 бет оқып тұрыңдар дейді. қазақша кітаптар көп қой қазір алла елшісіне қатысты, өмірбайына қатысты. Егер сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірбайын оқитын болсаң, аз дегенде күнде 10 бет оқып тұратын болсаң, сол сен шешілмей жатқан бір сұрағыңа алла елшісінің өмірінен жауап табасың дейді. Жаңа айтып отырмыз ғалымдарымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғұмыры, құрметті бауырлар, берекеге толы. Егер алла тағала пайғамбарымызға ешқандай мұғжиза бермей, тек қана өмірбайында қалған болса, сол мұғжиза ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи таңдаулы құл ретінде сол нәрсе бізге жеткілікті болар еді. Азан айтасыз ба, Жәке? Уақыт болып қойды ма? Жақсы, құрметті бауырлар, енді сәл мүмкіндік пайдаланып арға жалғастыра берейік. Осы бірінші айтқан нәрсе, алла тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғұмырмен ант ішеді. Және түсіндіргеніміз, не үшін пайғамбар ғұмырмен ант ішеді? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дүниеге келгеннен бастап дүниеден қайтқанға дейін бүкіл мерзім бәрі берекелі, өнегелі толы. Кез келген адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірбайына зерттеп мән беретін болса, өзіне керек тұсын табады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғұмырының бір ерекшелігі, құрметті бауырлар, жаңарып отырады. Әрбір оққан сайын сіз пайғамбардың ғұмырынан бұрын соны кездестірмеген немесе бұрынғы көңіл бөлмеген мәселе табасыз. Егер өзінің өміріңізде дәл қазір бір қиыншылық болып жатқан болса, сол пайғамбарымыз өмірбаянын зерттеп арқылы, мән беру арқылы өміріңізді иншалла кез келген проблеманы шешуге мүмкіндік береді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғұмырымен алла тағала Құранда ант ішкен. Айтып қой, ант ішу деген нәрсе бекер зат емес, өте маңыздылықты білдіреді. Екінші, Құранда алла тағала пайғамбарымыз ғұмырымен ант ішудің тағы бір көрінісі, құрметті бауырлар, алла тағала көпшілігіміз білетін Ясин сүресі. Алла тағала Құранда Ясин уал Құранил хаким иннака ламинал мурсалин. Көпшілігіміз енді Құран жаттаған кісілер немесе кириллицадан болсын қайтып Құран жаттаған кісілер көбінесе мубин деп Ясин сүресін жатқа беретіндер көп арамызда. Ясин сүресінде байқасаңыздар, Ясин деп әріппен басталған. Бұндай Құранда, құрметті бауырлар, 29 сүре осындай әріппен басталады. Ясин, біз мысалы көбісінде Ясин сүресі, немесе Бақара сүресіндегі алиф лам мим, немесе басқа сүрелері Тоха деген сияқты Құранда белгілі әріппен басталатын сүрелер бар.
Егер мән беріп қарайтын болсақ, олардың жалпы саны, құрметті бауырлар, 29 сүре. Құран 114 сүре болатын болса, соның 29 сүресінде Алла тағала осындай әріптермен бастайды. Кейбір сүрелер тек қана бір әріппен басталатын сүрелер бар. Мысалы үшін Нун сүресі. Нун уәл қалам ума ястурун. Бұл жерде бір қана әріп басталады. Ясин сияқты сүрелерде екі әріппен басталады. Ясин, Тоха, Хамим деген сияқты. Кейбір сүрелер бар, үш әріппен басталатындар. Алиф, лам, мим деген сияқты. Кейбір сүрелер бар, төрт әріппен басталатындар бар, соның бес әріппен басталатын сүрелер бар. Жаңағы көбісіңіз білетін Мариям сүресі. Каф, ха, я, айн, сот деген сияқты сүрелерді Алла тағала бастайды. Жалпы қосатын болсақ, олар 29 сан. Соның бірінде Ясин деген сүренің аты бар. Жалпы мынандай бізде ереже бар, құрметті бауырлар. Әлгі 29 сүренің басында келетін әріптерді ғылымда хуруфул муқаттаға жатады. Хуруфул муқатта мағынасы кесілген әріптер. Алла тағала осыны 29 сүрені бастаған. Енді оның мағынасын кім біледі деген кезде, оның мағынасын Аллахтан басқа ешкім білмейді. Қандай мағына береді, тек қана бір ғана Аллаға беймәлім. Әйтсе де ғалымдар мынандай мағына береді деп зерттегендер бар, бірақ ақиқатында оның мағынасы Аллахтан басқа ешкім білмейді. Енді оны ешкім білмейтін болса, қасиетті Құранда бір әріп артық емес. Неге Алла тағала қасиетті Құранда 29 сүреде осындай әріптерін басталды деген сұрақ туатын болса, ғалымдар былай деп айтады. Бұл қасиетті Құран, құрметті бауырлар, арабтарға түскен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында арабтар тіл, шешендік өнерден ең жоғары болған адамдар. Оларға тең келетін ешкім жоқ болған. Енді Алла тағала оларға түсіріп жатыр, Ясин, жаңа айтқанымыздай алиф, лам, мимді әріптермен түсіріп жатыр. Мағынасы қандай деген кезде ғалымдар айтады, оларды ашық айқасқа шақыру. Қандай айқасқа? Ей арабтар, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам әкелген Құран кәрімі сендер күнделікті өмірде қолданатын алиф, лам, мим, Ясин деген әріптерден құрастырған. Мысалы түсінікті үшін қазақ тілінде қ, ғ, ә дейтін әріптер бар. Сол әріптермен мынау кісі кітап шығарады. Мына кісі кітап шығару мүмкін. Сонымен айту мүмкін, мен сол қазақтың 42 әріпімен кітап жазам. Егер сен мықты болсаң, сен де кітап жазшы деп. То есть условия бірдей, бірақ Мұхаммедтен әкеліп жатқан Құран теңдесі жоқ. Сендер де мықты болсаңдар, немесе Мұхаммедке күмәндансаңдар, сендер де сол сияқты кітап әкеліңдерші деп айтады. Бірақ арабтардың ешқайсысы, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала шақырған шайқасына ешкім келе алмады. Ешқайсысы Құран сияқты ешнәрсе әкеле алмады. Олар тіл майданында, яғни Құран сияқты бір нәрсе әкелуде шамалар келмегеннен кейін барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қылыш көтере бастаған. Түсінесіздер ғой, ғылыми деңгейде, кітап деңгейінде арабтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешнәрсе ұсынамады, шарасыз болды. Шарасыз болғаннан кейін барып олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қылыш көтере бастаған. Бірақ негізі Алла тағала өте көп Құран аяттарында Құран сияқты бір сүре әкеліңдер, Құран сияқты 10 сүре әкеліңдер деп шақырады, бірақ арабтан ешқайсысы ол нәрсені келтіре алмайды. Сол себеп Құран кәрімдегі осындай 29 сүреде әріппен басталуының себебі, құрметті бауырлар, бұл Құран кәдімгі сендердің күнделікті өмірде қолданған 28 әріптен құралған Құран, сендер мықты осы нәрсе әкеліңдер деп айтады. Бірақ арабтан ешқайсысы ол нәрсе келтіре алмаған, құрметті бауырлар. Енді айттық қой, негізі мағынасын ешкім білмейді. Бірақ сонымен қатар кейбір Құран аяттарына қатысты ғалымдарымыздың кейбір түсініктеме берген. Соның бір түсінігі Ясин деген сөз, құрметті бауырлар, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есімі. Ғалымдар айтқан. Қалайша есімі? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның, құрметті бауырлар, өте көптен есімдер бар. Тіпті ғалымдарымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есімдерін жинақтап, 1000-ға дейін апарған ғалымдар бар. Пайғамбардың көркем есімі. Кейбір ғалымдар 99 көркем есімі бар деген, кейбір ғалымдар пайғамбарымыздың 201 есімі бар деген. Егер араларымызда қасиетті Мадина қаласына барған болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәлем берген болсаңыздар, Алла елшісіне дәлізіне кіретін ходта, прям баратқан кезде, мына жақта қабырғада пайғамбардың есімі жазылып тұрады. Сол жақта хазики асма ли наби саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар есімі жазылып тұрады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем есімдердің бірі, сол қабырға жазылып тұрған, ол осы Ясин де Алла елшісінің көркем есімдердің бірі. Сол себеп керкез балаларымызға Ясин ат қоямыз ғой. Ясин ат қойған кезде көбісіміз меңзеген нәрсе осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем есімдердің бірі. Енді пайғамбарымыздың есімдері көп, құрметті бауырлар. Мына жақта меңзеген нәрсе Ясин деген сөз. Енді Ясин деген не деген сөз дейтін болсақ, ғалымдар ашықтаған кезде я деген сөз ей деген мағынаны білдіреді. Син деген мағынасы инсан деген мағынаны білдіреді. Я мағынасы ей Мұхаммед. Я инсан деген ей Мұхаммед деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атымен Алла тағала аңшып жатыр.
Және Алла тағала екінші жалғасында уәл Құр'анил хаким, екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның есімімен қатар Алла тағала қасиетті Құранмен аншетті. Не үшін деген кезде иннака ламинал мурсалин, ей Мұхаммед, шын мәнінде сен Алла тағаланың тарапынан жіберген елшісің деп қуаттап жатыр. Сол себеп қарасаңыздар, құрметті бауырлар, не айтқымыз келіп жатыр? Алла тағала қасиетті Құранның қасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның есімін қойып ант ішіп жатыр, қасам ішіп жатыр. Қасам ішуді айтып мақсат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғұмырымен ант ішу арқылы Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаншалықты ұлы тұлға екенін баяндап жатыр. Енді айтады: фахака Абу Хаммад әл-Макки аннаху руя ани наби саллаллаху алейхи вассалам аннаху қол ли инда робби ашратар асмаин закара анна минха тоха ва ясин исман лаху. Және пайғамбарымыздың бір сөзі бар екен: Алла тағаланың құзырында менің 10-ға жуық есімім бар, соның бір есімі, құрметті бауырлар, Ясин және Тоха деген. Және баршаңыз білесіздер, Құран кәрім Тоха деген сүре бар, соған қатысты пайғамбарымыз бұл да есім екен. Мағынасы я тохир, яғни күнәлістерден ада деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз салсын бұл да, құрметті бауырлар, көркем есімдері болып табылады. Енді бізде 5 минут қапты. Мына жақта осыған қатысты маңызды мәселені келесі дәрісте жалғастырамыз. Қазіргі бір айтып келетін кішкентай дүние бар, ант ішуге қатысты. Жайт қой, сабақтың басында кемеңіздер болса, Аллахтың атымен ғана ант ішуге болады. Аллахтың атына басқа ешкіммен ант ішуге болмайды. Ал енді Құран кәрімде пайғамбарымыз ғұмырымен ант ішуі, ол пайғамбарымыз ғұмырының маңыздылығын, берекелі екенін баяндау үшін Алла тағала ант ішкен болады. Енді күнделікті өмірге ауысатын болсақ, құрметті бауырлар, шариғатымызда ант ішу дейтін нәрсе бар. Және ол жайт нәрсе емес, оның шариғатта үкімі бар. Бізде мұсылмандар, Аллаға шүкір, дінді ұстап, соны насихаттап жүріп, дінімізге берік болу мақсатында кейбір шариғаттың үкім білгенде дұрыс шығар деп ойлаймын. Бізде дінімізде ант ішу бар. Ант ішу не үшін деген кезде, ант ішу арқылы адам қарама-қарсы тұрған адамға, немесе өзіне тыңдағысы келген адамға өзінің сөзін қуаттау үшін, немесе растау үшін ант ішеміз. Мысалы үшін жаңа айтқанымыздай, сіз бір кісіден қарызға ақша алайын деп бара жатсыз, сізге әлгі кісі бермейді, сонысы айтасыз: "Аллахи, бауырым, бір айдан кейін орнына қойып беремін" деп ант ішесіз. Сөйтіп ант ішкеннен кейін, егер сіз сол антты орындамайтын болсаңыз, шариғаттың сізге қойған талаптары бар. Сол жайлы бір екі ауыз сөз айтқым келіп отыр. Бірінші, құрметті бауырлар, ант ішуді ғалым былай деп бөледі. Егер сіз ант ішкен кезде өткен шақта болып кеткен жайтқа ант ішетін болсаңыз, шариғатта сізге ешқандай жаза қолданбайды. Оны бізде ғамус деп атайды. Ғамус деген мағынасы батырат деген сөз. Мысалы үшін, сіз өткен шақта бір зат істеп қойдыңыз, сосын барып сізге келіп, сен ол нәрсені істедің ба десе, жоқ деп айтатын болсаңыз, "Аллахи, мен ол затты істеген жоқпын" деп ант ішетін болсаңыз, шариғатта сізге ешқандай жаза қолданбайды. Сіздің жазаңыз ақыретке қалады дейді ғалымдарымыз. Сол себепті оны ғамус деп атайды. Ғамус деген мағынасы сізді тозаққа батыратын нәрсе деген мағынаны білдіреді. Яғни сіз бір зат істедіңіз, бірақ ол зат істегенде сіз ант ішіп, "Аллахи, мен олай істеген жоқ" деп ант ішіп жатсыз. Егер оның жаңағыдай сөйтіп ант ішетін болсаңыз, құрметті бауырлар, ол жай сөз емес, ертең қияметте сізге қатты үлкен зардабын беруі мүмкін. Сол себепті ондай нәрселерден шариғатымыз қайтарады. Екінші ант ішудің түрі лағу деп аталады. Лағу деген нәрсе, сіз әрбір сөзіңізде қолдана бересіз, бірақ бір маңызды нәрсеге емес. Мысалы үшін айтуым мүмкін: "Ана жақтан кісі көрмейді, мына жақта досым тұр, ана жақта келе жатқан жандос қой деймін деп айтамын да, ана кісі тұрады, жандос емес, ол берік дейді да, мен тұрамын да, "Аллахи, ол жандос" деп айтамын да. Бұл маңызы бар ма, жоқ па? Ешқандай маңызы жоқ. Бұны бізде лағу деп атайды. Бірақ адам сөзіне "Аллахи" деген сөз қолданып кетеді. Өкінішке орай, ол сөз біздің адамдардың арасында көп кездеседі. Үшінші түрі, және шариғат жазасы қолданатын нәрсе, құрметті бауырлар, ол мұнғақид деп аталады. Егер сіз болашақта бір зат істеймін деп ант ішсеңіз, мысалы үшін, мына нәрсені істеймін, егер оны істей алмай қалатын болсам, осы нәрсе болсын деп ант ішесіз. "Аллахи, мен бүйтемін, Аллахи, мен бүйтемін" деп Аллахтың атымен ант ішесіз. Егер сіз Аллахтың атымен болашақ бір зат істеймін деп ант ішіп, кейін орындамай қалсаңыз, құрметті бауырлар, оның шариғат жазасы бар. Жай айтқанымызда, біреудің қарызға алған кезде осылайша ант іштіңіз, немесе біреуге табыр жасайын деп уәде бердіңіз де тұра алмай қалсаңыздар, құрметті бауырлар, шариғат жазасы бар. Шариғаттың жазасы, ең бірінші, сіз ант ішкен кезде құл азат ету болады. Құл қазіргі уақытта жоқ қой, бірақ оның орнына екінші нәрсе, 10 адамды тамақтандыру бар. Тамақтандыру деген сөз, таңғы және кешкі асын беру, тоятындай деңгей тамақ беру. 10 адам, 10 міскінді. Үшінші түрі, егер сіз тамақтан шамаңыз жетпейтін болса, онда өзіңіз 3 күн ораза ұстайсыз.
3 күн ораза ұстайсыз. Жақсы құрметті бауырлар, егер бір нәрсе уәде беріп тұрмайтын болсаңыздар, онда сізді бірінші кезекте 10 міскін тамақтандыру керексіздер, немесе 3 күн ораза ұстау міндеттісіздер. Бұл шариғаттың қойған талабы. Енді егер сіздер біреуге бір күнәлі іске уәде беріп қойсаңыздар, ант қойсаңыздар, оның орнына басқасымен пайғамбарымыз ауыстырсын деп айтады. Мысалы үшін сіздерде бір мәселе болды ағайындардың арасында. Сөйтіп ағайындар айтасыздар, ұрысып қалдыңыздар, kesіп қалдыңыздар. Шариғатта білесіздер, туысқанды қарым сақтау міндет болып есептелінеді. Сөйтіп ағайындарды айтатын болсаңыздар, "Аллахи, Аллахтың ант ішемін, мен енді ағайындарыма араласпайын" деп ант ішкен болсаңыздар, құрметті бауырлар, пайғамбар айтады, ондай антты бұзсын дейді. Егер мысалы сіз айтсаңыздар, енді ағайындарыма араласпаймын, енді мен аяғым ағайындарым үйін аттамасын десе ант ішіп, кейіннен барып ол нәрсенің қате екенін білсеңіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, анттың өтеңдер, яғни жаңа айтқанымыздай 10 міскін тамақтандырасыздар, немесе 3 күн ораза ұстайсыздар, бірақ туысқанмен қарым қатынас үзуге болмайды. Пайғамбарымыз айтқандай, егер бір затқа ант ішіп, одан жақсысын табатын болсаңдар, сонымен ауыстыру міндет болып табылады, құрметті бауырлар. Сол себепті әрқашанда әрбір мұсылман адам аузынан ант ішетін кезде мән беру керек. Өкінішке орай, құрметті бауырлар, біздің қоғамда адамдар көп ант ішеді, анттың құны жоқ. Адамдар бір нәрсе уәде еткен кезде, аманатқа алатын кезде ант ішіп, бүйтіп, сөйтіп, Аллахтың атымен ант ішемін, бүйтемін, істеймін дейді, бірақ орындамайтындар көп орын алады. Не үшін ант ішіп, оны орындамайтын жазасы бар? Өйткені сіз ұлық болған Аллахтың атымен ант ішесіздер де, сол ұлық болған Аллахты аяқ асты ететін болсаңыздар, құрметті бауырлар, шариғаттың қойған жазасы бар. Не 10 адамға тамақтандырасыздар, немесе 3 күн ораза ұстайсыздар. Осыған қатысты ғалымдар мынандай үкім айтады, түсінікті болу үшін. Ант ішкен адамға қарау керек деп айтады. Егер ант ішкен адам бай кісі болатын болса, оған 10 міскін тамақтандыру ауырлық етпеуі мүмкін дейді. Өйткені ол күнде-күн достарымен жиналып дастархан жаюы мүмкін, оған ауырлық етпеуі мүмкін дейді. Сөйтіп ант ішіп орындамаған адам егер бай болатын болса, оның 3 күн ораза ұстаған абзалырақ дейді. Өйткені Аллахтың антымен ант ішіп, оны орындамауының құндылығын сезіну керек дейді. Егер керісінше адам ораза уәде беріп оны тұрмаған кісі, кедей кісі болатын болса, 10 міскін тамақтандыру керек дейді. Өйткені ол кісі қаражатын шығарып, айтқан сөзінің қаншалық құндылығы екенін сезіну керек. Сол себепті шариғатымызда осылайша, құрметті бауырлар, қойған талаптар бар. Сол себепті аузымыздан шығатын әрбір сөзіміз, әрбір антымыздың құны бар екенін ұмытпаңыздар. Алла тағала баршамызға пайғамбарымыз сүннетіне берік болып, және аманатқа қиянат істемеуді нәсіп етсін. Ахир дауана алхамдулиллахи раббил алямин.